Senin bir unutma оқытып бүгін біз сіздермен квадрат тегінебілі оның ішінде дискриминант арқылы шығатын есептерге тоқталамыз. Жалпы квадрат теңдеулі екі дәрежелі көп өлшемі атаймыз, яғни квадраты бар теңдеулер. Мысалы, минус 2х квадрат қосылған 7х қосылған 15-тен 0-ге. Дискриминантный формуланы көшсек, бұл бізде d тең b, негізгі формула d тең b квадрат азайып 4ac. Бұл жердегі b, ол бізде x-ің бір дәрежесіне тұрған сан, яғни мысалдарындай 10. Ал c деген ол x-і жоқ сан 24. A деген ол бізде x-ің алдындағы сан. Бұл жерде сан жоқ, яғни бізде a 1-ге тең. Және де x1, x2 табу үшін біз минус b қосылған құбыласы d, 1-ге 2a, x2 табу үшін минус b азайтылған минус d, 1-ге 2a формула қолданамыз. Мысалды шақсақ, бізде d тең 10-ның квадраты 100, көбейтілген 4ac, бізде a 1-ге тең, c минус 24-ге тең. Минус пен минус плюс болады, сонда бізде қосылған 96. Сонда бізде 196 шығады. Дыбыс дискриминант бізде тең болады 196 деген, ол бізде 13-тің квадраты. Енді x1-ді тапсақ, x1 тең болады, минус b бізде минус 10, минус 10 қосылған 13 бөлінген 2 болады, тең болады 3 бөлінген 2 1 жарым. Сонда бізде x1-іміз 1 жарымға тең, x2 тең болады минус b минус тыбырасты d, сонда минус 10 минус 13 бөлінген 2 тең болады минус 13 өтіреді. Минус 23 бөлінген 2 ол тең болады бізде 11 бүтін 5 минус 1 бүтін 5. Жалпы түсінікті деп ойлаймын. Біздің нелерге көшсек, есептерімізге. Бірінші есеп x квадрат минус 6x қосылған 8 тең 0-ге. Бірінші есеп, сонда бізде дискриминант тең болады b квадрат минус 4ac, бізде b-іміз минус 6-ға тең, ол квадраттаған кезде плюс болады, сонда 36. Бізде a мен c плюс болғандықтан бізде минус болады. 4 пен 8-ді көбейтсек 32, сонда бізде дискриминантымыз 4-ге тең. x1-ді тапсақ, минус b 6 қосылған burası d бізде 2 бөлінген 2. x1-іміз 4-ге тең. x2-ні тапсақ, минус жай 6 минус 2 бөлінген 2, ол бізде тең болады 4 бөлінген 2 2-ге тең. Жауап осы 4 және де 2. Енді екінші есепке көшеміз. 3y квадрат минус 8y қосылған 4. Бұл жерде xy дегенде ауыса береді, ол жай ғана тұрақты не табылатын затымыз, ол t деп белгілеуі мүмкін, z деп белгілеуі мүмкін, және тағы басқа әріптермен белгіленуі мүмкін. Сонда бізде d тең болады 8 квадрат 64, мына екеуді плюс, сонда минус 4-ге өтілген 4 16 48. Сонда бізде дискриминант 16-ға тең, оның тыбырасы 4-ге тең болады. Енді x1 мен x2-ні тапсақ, 8 қосылған 4 бөлінген 6. x1 мен 2-ге тең, x2 тең болады 8 минус 4 бөлінген 6
4'ten 6 bizga 2'den 3'ten 2. Endi uchinchi есеп minus 2y kvadrat qo'shib 9y minus 10 diskriminant teng bo'ladi. Diskriminant teng bo'ladi 81. Так, 2 minus unda minus bo'lib qoladi. 20, 80 minus 80 u teng bo'ladi 1 x1 teng bo'ladi 4 minus 9 qo'shib 1 minus 8 minus 2 x2 teng bo'ladi x2 teng bo'ladi minus 9 minus 1 bo'lingan 4 teng bo'ladi minus 5. Mana 3 yuzimizda chiqdi. Har qaysisida x1 x2 topib oldik. Endi diskriminant formulasi qo'llanildi. Жалпы менде осымен tamam. Kelesi sabaqda biz V teoremasi arqali kvadrat есептерді шығарамыз.